Оқырман хаты сыр шерту. Оқушы қыздармен төсектес болғысы келген ағай. Мен өзім оңтүстікте қарапайым отбасында дүниеге келген қызбын. Шешеміздің малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген тәрбиесімен өстік. Анамыз, біреудің ала жібін аттама, отбасын бұзба, арыңа ие бол. Ол сенің күйеуіңнің алдындағы тазалығың. Тұрмысқа шықсаң қыздық деген паспортыңды көрсетуің керек деп үнемі айтып отыратын. Бала кезімізден шешем қазірден құлақтарыңа құя берген. Ертең ақ бой жетіп үлкен қыз боласыңдар. Ересек өмірге қадам басқанда әке-шеше үнемі жандарыңда бола бермейді деп айтып отыратын. Шешемнің әр сөзі мен үшін жазылмаған заң еді. Ақ дегені ақ, қара дегені қара еді. Анамның осы сөздерін, ақыл кеңесін бала күнімнен санама сіңіре бастадым. Іштей ешқандай жігітке қылмыңдамаймын. Болашақ жарымды күтемін деуші едім. Уақыт сәті келгенде жаратқанның өзі осы сенің адамың деп белгі берер. Сол кезде тұрмыс құрармын деп осы уәдеме берік болдым. Бой жете келе мектептегі жоғары сыныптың бозбалалары көңіл білдіріп сөз салса, бірден жоқ деп жауап беретінмін. 9 сыныпқа өткен кезімде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мүслим ағайдың маған өзгеше бір көзқараспен қарайтынын байқап жүрдім. Спортзалға барғанымызда да, волейбол ойнағанда да арт жағынан тұрып, екі қолымнан ұстап, допты осылай лақтырасың, сосын қарсыласыңнан кішкене кері шегініп тұрасың деп, кейде болмашы көрінгенмен денеме тақалып, қолдарымнан қатты ұстап өзіне қарай тартып, ұшақтағандай болып сезілетін еді. Тек маған ғана емес, сыныптағы реңі түзу қыздардың да денелеріне қол жүгіртетіндей көрінетін маған. Өзге құрбыларым доп ойнауды, спортты үйретіп жатыр ғой деп мән бермейтін. Алайда маған ағайдың мұндай іс-әрекеттері, мұндай қылықтары ұнамайтын. Бір күні әдеттегідей дене шынықтыру пәніне бардық. Спортзалдың жанындағы қыздардың киім ауыстыратын жерінде мен аяқ киімімнің бауын шеше алмай, өзге құрбыларымнан қалып қойдым. Олар залға кетіп қалды. Осы кезде қайдан келгенін білмеймін, ағай кіріп келді. Оны көріп селк ете қалдым. Сөйтіп едім, ағай жымиып күліп, "Ақерке, неге сабаққа кірмей отырсың?" деді. Мен аяқ киімнің бауы шиеленісіп қалып, соны шеше алмай отырмын деп едім. Алдыма келіп тізерлеп отырды да, "Қане, әкелші, шешіп берейін" деп, кроссовкамды алды да тез-ақ шешті. Сөйтіп менің балтырымнан сипай ұстады да, "Кел, кигізіп бере салайын. Бауын дұрыс байламасаң құлап қалып бір жеріңді ауыртып аларсың" деп, кигізбекке ыңғайланып жатыр еді. Мен аяғымды тартып алып, "Жоқ ағай, рахмет, өзім киемін" деп, кроссовкамды ала сала тез киіп алдым да, бауын байлап есік жаққа қарай жүре бергенімде ағай белімнен бір сипап өтті. Сөйтті де, "Ал жүр, сен барамын дегенше сабақта аяқталып қалатын болды ғой" деді. Мен спортзалға жүгіре басып кіріп кеттім. Сол жағдайдан кейін дене шынықтыру пәніне мүлде қатысқым келмей, әртүрлі сылтаулар айтып қашқақтап жүрдім. Бір күні кешкісін сабақ оқып отырғанымда ұялы телефоным шырылдады. Алып қарасам бейтаныс номер екен. Содан тұтқаны көтеріп жауап берсем, Мүслим ағай екен. Ол кісінің номері менде жоқ болатын. Бірақ ағайды даусынан бірден таныдым. Ағайдан не үшін хабарласқанын сұрап едім. Мүслим ағай менің неге сабаққа қатыспай жүргенімді сұрады. Мен аяғымды қайырып алып, ауыртып алдым. Содан сабаққа қатыса алмай жүрмін деп өтірік айтқанымда, ол кісі дәрігерлерден анықтама алып келуімді сұрады. Мен жақсы деп телефон тұтқасын қойғалы жатыр едім. Аржақтан ағай, "Аппақ, ерке қыз, өтірік айтуға болмайды. Ағайыңды ренжітпей сабаққа кел. Өзіңді сағынып жүргін" дегенде, бойымды бір үрейлі сезім билей жөнелді. Телефонды баса салдым. Отырған жерінде аяқ-қолым дірілдеп кетті. Ағайдың осы уақытқа дейінгі қылықтары мен жаңағы сөздерін шешеме айтқым келді. Алайда бойымды билеген қорқыныштан айта алмадым. Алғаш рет шешемнен жасырдым. Болмаса, шешеммен сырлас едім. Дегенмен ертесінде басқа сыныпқа ауысқым келетінін айттым. Оқу ісінің меңгерушісіне айтып, басқа сыныпқа ауыстырып беруін өтіндім. Шешем себебін сұрап еді. Басқа сыныпта өте білімді мұғалімдер сабақ оқытады. Сол кісілерден оқығым келеді дедім. Шешем мектепке барып сөйлесіп, мені басқа сыныпқа ауыстырды. Басқа сыныпқа сол Мүслим ағайды көрмеу үшін ауысқан болатынмын. Тіпті сыныптан да шыққым келмейтін.
Ағай менің әкемдей кісі еді. Отбасы бала шағасы бар болатын. 9-шы сыныпты аяқтайтын кезде маған өз сезімін білдіріп хабарлама жаза бастады. Қалың қалай аппақ ерке қыз, сені сыртыңнан көріп жүрмін. Неге менен қашқақтап жүрсің? Күн өткен сайын сұлуланып барасың, деген секілді хабарламалар жазатын. Ағайдың мына сынды жазбаларына жауап жазбай өшіріп тастайтынмын. Кейін ағай маған қоңырау шала бастады. Мен телефонда алмай, онымен сөйлеспей басып тастайтын болдым. Осылай 10-шы сыныпқа өттім. Ағайдың өз сезімдерін білдіріп жазатын хабарламалары тоқтамады. Мен мұны ешкімге айтпай өшіріп тастап жүре бердім. Бірақ үлкен әкеммен жаста ағайдың, мектептегі ұстаздың мынандай қылықтарынан мезі бола бастадым. Сөйтіп ағайдың әйеліне барып осы жазбаларын көрсетсем бе екен деп іштей қатты ашуланатынмын. Шешеме де айтқым келетін. Шешемнің қатқыл мінезімен ол мектепке барып айқай-шу шығаратын еді. Менің ешқандай кінәм болмаса да, ауылда ағайға қылмыңдаған деген секілді әңгіме өсек болып, болашағыма кесірі тиеді ме деп, бұл жайлы ешкімге айта алмадым. 1 жыл шыдасам болды ғой, мектептен кетемін деп өз-өзімді жұбаттым. 11-ші сыныпта осы сыныптағы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі басқа ауылға көшіп, сол ауылдың мектебіне ауысып кетті. Содан Мүслим ағай біздің сыныпта сабақ өткізуге сұрап алған екен. Сабақта менің жаныма келіп, менен қашып құтыла алмайсың әппағым деп мысқылдай күліп сыбырлап кететін. Ағайды көрсем бойымды үрей билей жүретін еді. Спортзалда одан қанша жерден қашқақтап жаныма жолатпауға тырысқаныммен, ағай ебін тауып денемді бір сипап қолын тигізіп кететін. Содан бір күні шыдамай ағайға, осы қылықтарыңызды әйеліңізге барып айтамын деп едім, ол кісі мырс етіп күлді де, жаным-ау, барда айта ғой, фантазиясы мықты оқушысының сөзіне кім сенеді деп, өзімді келеке етіп мысқылдай күлді. Шешеме айтуға қорқамын, бірақ шешемнен ағай туралы білейінші деп аты жөнін айтып, осы кісіні танисыз ба, отбасы қандай адамдар, әке шешесі бар ма деп ол жайлы ақпарат жинай бастадым. Сөйтсем ағайдың анасы бар екен. Мұны естіп іштей қуанып қалдым. Ағай маған тиісе беретін болса, анасына барып шағымданамын. Ағайды тәубесіне келтірер деп ойладым. Содан ағай бір күні маған, қимас затыңды бер, болмаса бойыңдағы ең асылды күштеп аламын. Сен мені түсіндің деді. Менде қимайтындай не зат болуы мүмкін деп іштей ойландым. Ешкімге оқуға бермейтін діни кітабым бар болатын. Осы кітапты қайталап оқи беретін едім. Ертесіне сабақта осы кітабымды алып барып бердім. Бірақ ағай менің шарашсыздығымды, одан қорқатынымды біліп алған. Маған сүйіктісіне жазатындай ұятты сөздер мен сабақта құлағыма сыбырлап, ыңғайын тауып денеме қол жүгіртуін тоқтатпады. Содан бір күні сабақтан соң ағайға, Мүслим ағай, сіздің әйеліңіз сенбейтін болса, маған жазған жазбаларыңызды анаңызға барып көрсетіп, мына қылықтарыңыздың барлығын айтамын. Қарт анаңыз ұстаз баласының мынадай қылықтарын қалай қабылдар екен дедім. Бастапқыда ағайдың SMS-терін өшіріп тастайтын едім. Кейін маған дәлел керек болар деп өшірмейтін болдым. Номерімді үнемі ауыстыра беретінмін. Ағай сонда да сыныптастарымнан телефон номерімді алып алатын. Содан мен анаңызға айтамын дегеннен кейін ағай маған тиіспейтін болды. 11-ші сыныпты ойдағыдай аяқтап, грантқа Алматы қаласына оқуға түстім. Алматыға ұзақтау жерге оқуға түсуімнің басты себебі осы ағай еді. Ол кісіні мүлде көргім білгім келмейтін. Одан аман есен құтылғаныма қуандым. Бірақ бұл қуанышым ұзаққа созылмады. 1-ші курста оқып жүргенімде ағай маған қайтадан SMS жазып қоңырау шалатын болды. Оның менің артымнан қалмай мазалауы жүйкеме тие бастады. Телефон номерімді ауыстырып тастаймын, қоңырауына жауап бермейтін едім. Ағай сонда да қоймайтын, номерімді тауып алып, неше түрлі ұятсыз SMS-тер жазатын. Мен оған мүлде жауап бермейтінмін. Сөйтсем, бейтаныс номерден хабарласып, менің қайда тұратынымды білетін және жақында қалаға келетінін айтып еді, мен телефонды баса салдым. Сөйтіп едім, жаным, жақын күндері жолығамыз. Сенімен бір түн өткізіп, құшағыма қысып, аймаласам арманым жоқ деп SMS жазып жіберіпті. Оның мына сөздері жиіркенішті еді.
Оған қатты ашуландым. Ауылға барып барлығына айтып масқарасын шығарғым келді. Алайда шағын ауылда мені дұрыс түсінбей өсек болып кетеді ме деп қорықтым. Әке шешеме де сөз келтіргім келмейтінін біліп, ағай ойына келгенін жазатын. Содан өзім хабарласып едім, телефонын алмады. Оған анаңызға міндетті түрде барып, мына қылығыңыздың барлығын айтамын дегім келген еді. Содан біраз уақыттан соң өзі хабарласты. Осы кезде мен ішке жиналған ашу ызаның барлығын шығарып, осы жолы үндемей қалмайтынымды, анасына баратынымды, тіпті мектепке барып осыншама уақыт маған тиісіп, мазалап жүргенін ауылға жайып саламын деп едім, ол кісі тартынып қалды. Сөйтті де, мен жаздым, жаңылдым, кешірші мені. Енді ешқашан сені мазаламаймын деп кешірім сұрады. Содан кейін қайта мазалаған жоқ. Мектеп қабырғасындағы ұстаздың осындай қылықтары, оның маған айтқан жеркенішті сөздері, осының барлығын есіме алып жазу маған оңай болмады. Бірақ сол мұғалім мектепте әлі де жұмыс істейді. Кейде басқа бір сіңілімнің қыздық өмірін құртпады ма екен деп ойланамын. Мұндай адамды мектепте қалдыру жасөспірім қыздар үшін қауіпті ғой. Ұстаз деген атқа лайықты емес. Мен шешемнің тәрбиесімен өз-өзімді қорғай алдым. Ешқандай жігітпен жүрмей, арымды сақтап, өз адамымды кездестіріп, тұрмысқа шықтым. Сол арсыз мұғалімнен аман құтылғаныма Құдайға шүкір етемін. Сөйте тұра басқа қыздың пәктігіне қол салмадым екен деп көп ойланамын. Әйеліне барып өткеннің барлығын айтып берсем бе екен деп те ойлаймын. Алайда ол кісі қалай қабылдайды екен? Ағай жер ортасы жастан асты. Кезінде неге айтпадың барлығы жалған деп, маған ол кісінің әйелі сенбейтін де шығар деп ойлаймын. Шешем марқұм кезінде оңаша отырғанымызда, қыздарымның ішіндегі ең ажарлысы сенсің. Байқап жүр, арыңа ие бол, бізге сөз келтіруші болма деп, ақыл кеңесін айтып отыратын. Мен осы принциптерді берік ұстанып өстім. Күйеуімнің алдында жүзім жарық, Аллаға шүкір деймін. Оқырманым міне осындай хат жазып жіберіпті маған. Мұнда кейіпкердің айтқысы келгені, кезінде өзі анасының мінезі қатал болған соң, сырын айта алмаған анасына. Болмаса, соншалықты 3 жыл жүйкем шығармас па еді. Дер кезінде анама айтсам, ол кісінің орнына қояр ма еді дейді. Сол себепті қыздарыңызға, ұлдарыңызға қатты қатал болмай, жайлап, дос секілді, мектепте қандай жағдай болып жатыр, не болып жатыр деген секілді сырласып, әңгімелесе отырсаңыздар екен дейді. Осы мұғалім сол елді мекендегі мектепте әлі күнге дейін жұмыс істейді екен. Мұндай мұғалім қоғамға өте қауіпті ғой. Кім білсін, бұл кісі ауру ма, әлде зорлықшы ма? Ауыр оқиғалардың барлығы осындай ұят болады, өсек болады дегеннен шығады. Балаларымызды жаратқанның өзі қорғап жүрсін. Әңгіменің соңы. Ден қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Оқырман хатын көркемдеп өңдеген және дыбыстаған Жазира Төлешова.